Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті халайық, біз осы күнге дейін қанша мәрет айтып келген атақты Орбұлақ шайқасы болмаған екен. Ол қалай дейсіздер ғой? Алдымен видеоны осы жерден тоқтата тұрыңыз. Біздің каналға тіркеліңіз, қолдау білдіріңіз және лайк қойып өзіңіздің комментарийіңізді жазып қалдырыңыз. Сонымен кеттік достар. Біз осы күнге дейін Орбұлақ шайқасы туралы қанша мәрет айттық. Атақты Салқам Жәңгірдің 600 жауынгері 50 мың жоңғардың әскерін тоқтатқан атақты Орбұлақ шайқасы шынайы тарихта болмаған дейді. Осыған байланысты Қабдеш Жұмаділов ағамыз, тарихшы ағамыз былай деп жазған еді. Міне, Орбұлақ шайқасы туралы әңгіме тағы шықты алдымыздан. Бұл жайындағы сөз осыдан ширек ғасыр бұрын Орбұлақта шайқастың 350 жылдығын тойлаумен аяқталған сияқты еді. Жоқ, оның жыры әлі бітпепті. Ендігісі жай жел сөз емес, Орбұлақ шайқасы атты 2 сериялы фильм болып теледидарда көрсетіліп жатыр. Фильмнің бас кеңесшісі кім дейсіз ғой? Сол баяғы Орбұлақ шайқасының идеологы Бексұлтан Нұржекеев. Бұл жігіт алысқа ат терлетіп бармай-ақ өз ауданы Жаркент өңірін аралап жүріп, бел жайлау маңнан әлдебір қазылған ордың ізін көреді де ойланып қалады. Ньютонның басына алма құлап кетіп, содан әлемдік тартылыс заңын ашпай ма? Бексұлтан да жаңағы орға қарап тұрып, таптым дейді алақанын ысқылап. Баяғы Салқам Жәңгір хан мен Батыр Қонтайшының соғысы дәл осы арада болған. Мына ор Жәңгір ханның Қонтайшыдан қорғану үшін қазған окоптың орны. Көп ұзамай Бексұлтан газеттерде Орбұлақ шайқасы жөнінде мақала жариялайды. Оны өзінің ауылдасы, сол кездегі республика үкіметінің орынбасары бастығы Қуаныш Сұлтанов қолдайды. Ал үкімет төрағасы Сергей Терешенко Орбұлақ шайқасының 350 жылдығын салтанатпен тойлау жөніндегі қаулыға еш бөгетсіз қол қояды. Оның да қазаққа қайтсем жағам деп жүрген кезі. Ол және бұл бастаманың елбасына да ұнайтынын білетінді. Президенттің тікелей қолдауымен жақында 300 мың данамен шыққалы жатқан Балғабек Қадырбекұлының түп-түқияннан өзіме шейін деген шапыраштылар туралы кітабына сүттей әппақ фин қағазын қоймадан Сергейдің өзі босатып берген. Демек, қазақтың ру жігіне жүйрік Терешенко осы қызметі арқылы бір оқпен 2 қоянды бірдей жығатынын біліп жүрген. Сонымен 1993 жылдың күзінде Орбұлақта ұлан асыр той өтті. 300-дей үй тігілді. Үй басы жылқы жырылды. Несін айтасың, қазан дамай, шөміш демай. Бір тәуірі, ол кезде колхоз-совхоз әлі тарамай тұрған. Кеңес үкіметінен қалған байлық той шығынын ауырсына қоймады. Менің ішім удай ашқан бір ғана жай. Миллиондаған мемлекет қаржысының өз адресін таппай, мақсатсыз, мағынасыз босқа шашылғандығы еді. Олай дейтінім, мен бұл той туралы Нұржекеевтен мүлде басқаша пікірде едім. Я, сол бір 1643 жылы қазақ пен қалмақ арасында сұрапыл соғыстың болғаны рас. Бірақ ол соғыс Орбұлақта емес, басқа жерде өткен. Бұл туралы орыс архивінде сақталған мәліметте Қонтайшының 50 мың әскермен қырғызға қарсы жорыққа аттанғаны, қазақ ханы Жәңгір 600 сарбазбен алтын бөгегені айтылады да, ұрыстың қай жерде өткені жайында дерек көрсетілмеген. Міне, осы арада менің университетте бірге бітірген курстас досым Бексұлтан екеуміздің арамызда қайшылық туды. Бексұлтан, шайқас
біздің ауданның жерінде өтті. Жәңгір хан жоңғарға қарсы окоп қазып соғысты дейді. Ал мен: қазақ пен қалмақ ешқашан окоп қазып соғыспаған. Сендердің окоп деп жүргендерің ертеде аңдарды қамап ұстайтын аранның орны деймін. Міне 30 жыл бойы осыны Нұржекеевке ұғындыра алмай ақ келемін. Айтты, айтпады. Қылыш найза, шоқпар садақпен қаруланған атты әскерге, окоптың қажетіне. Шайқас Орбұлақта емес, кегеннен ыстық көлге асып түсетін Қарқара асуында өткен. Жоңғар қолын қырғызға апаратын жалғыз жол осы. Олай дейтінім, бұл жолы Батыр Қонтайшы жер басып алу үшін емес, Алатау қырғызын Жоңғарияға көшіріп әкету үшін келе жатқан. Дәл осы тұста жоңғар хандығы жерге емес, адамға зәру болатын. Себебі жоңғарлар қазаққа ғана емес, шығыстағы Маншын хандығымен де аракідік соғысып тұратын. Адам шығыны жойдасыз көп еді. Олар осыдан 2 жыл бұрын Енесейдегі 3000 түтін қырғыздарды көшіріп әкелген. Енді міне Алатау қырғызын өздеріне қосып алмақ. Кәрі құртаңына мал бақтырады, жастарын әскерге алады. Жоңғарлар адам тапшылығынан бертінге дейін арылған жоқ. 18 ғасырда сыр бойындағы Қарақалпақты зорлап көшіріп әкетіп бара жатқанда оларды Қабанбай жасағы құтқарып қалғаны есімізде. Батыр Қонтайшының Алатау қырғызына бет алғанын Салқам Жәңгір кешірек естіп қалады да, әскерге сауын айтуға үлгірмей қарбалас күйге түседі. Оған қалай да қырғызды қорғау керек еді. Өйткені ол кезде өз алдына хандық құрмаған қырғыздар Қарақалпақ пен Құрама сияқты қазақ хандығына қарайтын. Сондықтан Жәңгір хан арттағы қалың әскердің келуін күтпей, от қарулы 600 мергенмен Қарқара асуына бұрын жетеді де, сол арада қорғаныс шебін құрып, Санташқа өтетін қысаңда жоңғар қолын көп шығынға ұшыратады. Бірақ бұл түбегейлі жеңіс еместі. Жоңғарлар өлермендікпен бәрібір ыстық көлге асып түседі. Айқас әлденеше аптаға созылады. Арттан қазақтың қалың әскері келіп, түстіктен Жалаңтөс батыр көмекке жетіп, ақыры Батыр Қонтайшы басым күшке төтеп бере алмай шегінуге мәжбүр болады. Нәтижесінде қазақтар бұл жолы да қырғызды қорғап қалады. Амал не? Әсіре патриоттарға осыны айтып түсіндіре алмадық қой. Мен бұл туралы айттым да, жаздым да, бірақ ешкім құлақ аспады. Анығына келсек, жеңіс тойын Орбұлақта емес, Қарқара жайлауында қырғыздармен бірлікте тойлауымыз керек еді. Жалпы қырғыздар дербес ел болып, бүгінгі күнге аман жеткені үшін қазаққа қарыздар. Бірақ соны ақ қалпақты ағайындар еске сақтамай ұмытып кете береді. Ал енді Орбұлақ шайқасы атты фильмге келейікші. Ашығын айтайын, фильм маған ұнамады. Өйткені концепциясы жалған, баяндалатын оқиға жалған. Сол баяғы окоп өздерінше шындыққа жақындатпақ болып, окоптың бетін қамыспен, қараған бұтамен жапқан болыпты. 18 ғасырдағы атты әскер соғысында окоп не бітіреді? Сезімтал жылқы жануар қазылған ұраға өлсе де баспайды. Жарайды, алғашқы екпінмен 10-20-сы құлады дейік. Қалған әскер кейін серпілмей ме? Бұл маңайда биік тауда жоқ. Қалың қол Белжайдың бел-белесінен шауып өте бермей ме? 50 мың атты әскер окоптағы аз сарбаздан қалай жеңіледі? Фильмде қазақ ханы Салқам Жәңгір ерік күші жоқ, жігерсіз, біреулер не айтса соған көне беретін бейшара біреу болып шыққан. Қол астындағы батырсымақ біреулер оған ақырып ұрса береді. Бар шаруаны бітіріп жүрген сол баяғы Қарасай мен Ағынтай. Оған таңданатын ештеңе жоқ. Жалпы төрелер мен хан әулетін сүмірейтіп көрсету
Қадыр Қыдырбекұлы мен Нұржекеұлының басты бағыты, мызғымас ұстанымы деп жазған болатын атақты тарихшы ағамыз. Ал сіз осы Қабдеш Жұмаділов ағамыздың сөздерімен келісесіз бе? Орбұлақ шайқасы шынымен сол жерде болды ма? Әлде ағамыз айтып отырған Қарқара суында болды ма? Өз ойыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз. Және бұл тарихты білмейтін өз таныстарыңызға бұл видеоны таратуға көмектесе жүріңіз ағайын.